Сәлем достар, сіздермен аяулым, және бүгін біз ең дәмді шоколадты печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы 100 грамм сары майымызды және оның үстіне 160 грамм қантымызды салып, екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Енді оның үстіне 60 грамм какаомызды қосамыз да, барлығын тағы да араластырамыз. Үстіне 2 жұмыртқа жарамыз және тағы да қасықтың көмегімен араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, үстіне алдын ала електен өткізілген 200 грамм ұнымызды салып, қасықпен одан кейін қолмен араластырамыз. Міне бізде осындай сәл ғана қолға жабысатын қамыр пайда болады. Осы қамырды таза салфанға салып, 1 сағатқа морозилкаға қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін қамырымызды морозилкадан шығарып, осылай шарик жасап, және де сахарный пудраға аунатып шығамыз. Міне осындай шариктар жасап шығамыз. Размері қатты үлкен де емес, орташа да емес, орешектің размері сияқты болады. Міне осылай барлығын жасап шығамыз. Печеньеларымызды 180 градуста қызған пеште 15-20 минут пісіреміз. Бізде осындай орысша айтқанда аппетитный печеньелар дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі жасаған кезде-ақ барлығын бірден тауысып қояды. Міне іші өте жұмсақ, жегенге де ыңғайлы, жұп-жұмсақ печеньеларымыз дайын болды. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған аяулым.